Шымкентте бүгін той емес, себебі Ордабасы Астанадан тағы да ұтылды. Тек ұтылып қана қоймай, чемпиондықтан да айырылып қалайын деп тұр. Соңғы 2 маусымда Шымкенттік клуб елордалық клубты чемпионат ішінде ұта алмай келеді. Жалпы соңғы 10-15 ойынды қарасақ та, жеңіске жеткен кездері аз. Қазір Астана мен Ордабасы арасы тек 3 ұпай. Өткенде ғана 8 ұпайдай алыстыр еді, енді міне Астана артынан дем алып тұр. Одан қалса Ақтөбенің өзі де бұл додадан үміт үзген жоқ. Жоғарыдағы 2 клуб жақсылап сүрінсе, ақтөбеліктер чемпиондық кубокты көтерері анық. Ал кешегі матч шымкенттіктердің сағын сындырмасын, Ордабасы өте жақсы ойнады. Бірақ Динамо Загребтен әбден таяқ жеп келген Астана өшін тек Ордадан алатын секілді көрінеді. Бұл ойында біз күмәнді пенальтиді де, қақпашы жақтан қателікті де, және қарсылас жақтан құрметті де көрдік. Матчқа шолу жасап, голдар қалай соғылғанын тамашалайық. Одан бөлек қай клубтың чемпиондыққа неше пайыз үміті бар екенін де зерттейік. Басты сұрақ ол Ордабасы чемпион бола алады ма? Біздің демеушіміз ешқашан бәстікпетті кеңсе, себебі біз берекелді не болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге желаяқты Ернаш және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде ардама жазылып кетіңіз, ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Матч басталмай тұрып, екі жақтың құрамасын көрейік. Ордабасы өзіне үйреншікті болған құраммен шығып отыр. Жейделерінде Техас фанстың әдемі салынған суреті. Себебі Шымкенттік Техас деп аталатын жанкүйерлерге 10 жыл толып отыр екен. Ал Астананың негізі құрамы жоқ. Екінші құрам десек те болатын шығар. Осы маусымда мүлде ойнамаған жас бала Юрий Аханов, арасында кубокке ғана шығып тұрған Нұрәлі Жақсылықов, өте сирек алаңда көретін Станислав Басманов және негізі құрамға іліге алмай жатқан Эльхан Асанов та осы ойынды толық ойнап шықты. Матчқа оралайық. Ойын басталды. Алғашқы сәттерден бастап шабуылдар жасалып жатыр. Ойынның 8 минутында стадион бірауыздан Ордабасы мен ұлттық құраманың капитаны Асқат Тағыбергенді қолдап, Асқат деп айқайлап жатты. Тіпті халық үлкен баннерді дайындап қойған екен. Астанадан келген азғана жанкерде капитанды қолдап, оларды Асқаттың суретімен өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дер, өшер елдің баласы бірін-бірі қатын дер деп баннер шығарып қолдап жатыр. Тамаша, жарайсыңдар. Осылай бір-біріне құрмет көрсетіп жатқандарына өте қуаныштымын. Жалпы бұл нәрсе не үшін шықты? Өткен турда Ақтөбе мен Ордабасы клубтар кездескен болатын. Сол кезде Ақтөбенің бәрі емес, кейбір жанкүйерлері Асқатты әбден балағаттап шығарып салды. Бұл үлкен шу болғаны рас, себебі мұндай тәртіпсіздік біздің алаңдарда орын алмау керек. Ойын жалғасып жатыр. 10 минутта Тұңғышбаев Жаржинияның басына әдемі пас береді. Бірақ соққы қисық. 29 минутта Ордабасыда бірнеше соққы орын алатындай сәт болып еді, алайда ешқандай соққы деп аталатындай бола алмады. 34 минутта Сұлтан Астанов оң қапталдан ортада жақсы ашылған Артем Бейсейдинге береді. Соққы да жақсы болғанымен, қақпашы одан да жақсы сейв жасап қақпасын құтқарды. Астана да шабуылдар жасап жатыр, бірақ қауіпті болатындай емес. Тек 35 минутта жақсы комбинациядан кейін Тимур Досмағамбетов жойқын соққы жасайды. Қақпашыға тура бағытталған соң доп кері қайтып шабуыл аяқталады. 41 минутта бірнеше пастардан кейін пас алған Аслан Дарабаев мүлде қауіпті болмайтындай дәл ортаға соққы жасайды. Нәтижесінде гол. Мен де, сіз де тіпті Асланның өзде гол болады деп ойламады-ау деймін сірә. Сонымен гол қалай соғылды? Досмағамбетов Дарабаевқа береді. Доп келген кезде қорғаушылар бірден алдына бармайды. Себебі мұндай жерден салу түгілі тебудің өзі де қиын. Мен ылғи айтатынмын, төмен бағыт алып ұшқан доп қақпашының қас жауы деп. Дәл осы жерде сондай жағдай орын алды. Доп төмен қарай түсіп, жоғарғы көтерілген кезде түсініксіз траекторияға бой алды. Мұның себебі Аслан Дарабаевтың шеберлігі ме? Бәлкім алаң қисық па, газон қотыр ма? Нақтысын айта алмаймын. Алайда доптың бағыты түсініксіз болғанмен, ондай тым шетке бағытталмаған. Әрине әлемдік жұлдыздар Кассилиста, Буффонда, Куртуада қателіктер жасайды. Мұхамеджан Сейсенді қатты сынға алғым келмейді. Бірақ мына допты ұстау керек еді. 52 минутта Асқат Тағыбергенде айып соққысынан гол салатын әдемі мүмкіндік туды. Қақпаның бергі жағына жасалған соққы өкінішке қарай қақпаның бағанасына тиеді. Ар ойында капитанның гол күтеміз. Әсіресе айып соққылардан. Сала алмай қалса тағы өкінеміз. Бірақ Месси, Бекхэмнің өздері де әр айып соққыстан сала бермейді ғой. 60 минутта Астананың қақпашысы сол қапталдағы Эльхан Асановқа әуелетіп береді. Ол ары өтіп, ортаға ағысқан Нұрәлі Жақсылықтың аяғына шығарады. Есеп 0-2. Бұл жолы қақпашыда ешқандай мүмкіндік болмады. Бергі бұрышты жауып бәрін дұрыс жасап тұр.
Қорғаушылардың қателіктері осы голды тудырды. Ең бірінші, Мбоджи дұрыс позиция таңдай алмай, қақпашы берген пасты қайтара алмады. Екіншіден, Малайдың допты алдынан жұлып кетуге жылдамдығы жетпей қалады. Малайдың атылып келе жатқанын көрген Асанов аяғын созып, үйтіп допты алдына жіберіп жібереді. Үшіншіден, қайтадан сол Мбоджи Асановтың пасына кедергі бола алмай үлгермейді. Жылдамдығын ерте қоспады. Енді Матич не алдындағы адамды, не арттағы шабуылшыны толық жаппаған дерсіздер. Бірақ меніңше ол позицияны дұрыс таңдаған. Артта жауып тұрса, алдындағы адам толықтай бос қалады. Асановқа арттағы Нұралиге емес, бергі беттегі әріптесіне берген қайда оңай. Матич сол себепті де екі ортаны ұстап тұрды. Бірақ Асанов қиын болса да, бәрібір сол Нұралиге береді. Енді алыстан жүгіріп келе жатқан Ғафуржан Сүйінбаев негізі мүлде басқа адамды жауып тұрған. Нұралині жабу дәл осы кезде оның қызметі емес еді. Бірақ үлгергенше жүгірейін деп жабуға тырысса да, үлгермей қалды. Мұндай кезде максималды жылдамдық қана бұл эпизодтан аман қалдырар еді. Негізі голдың тез болуының ең үлкен себебі ол қақпашының Асановқа бірден беруі. Сол себепті де барлығы өз позициясына жайғасып ала алмай қалды. Әттеген ай. Мен мына жақта отырып алып әңгімені гәпіріп отыр дерсіздер. Алайда жанкүйер ретінде өзінің ойымды объективті түрде айтқым келеді. Тіпті ол кейде субъективті болып кетсе. Ордабасы күшейді, себебі оған чемпиондық керек. Ал егер бүгін ұтылса, чемпиондық алыстап кетуі әбден мүмкін. 79 минутта қарымта шабуыл кезде Фединнің пасынан кейін Омаров өте салқынқандылықпен гол соғады. Бірақ төреші голмен келіспейді, себебі офсайд. Көріп отырған кезде қандай офсайд деп ойлап едім, кейін қайталаулардан көрсем, екі ракурстан да офсайд екені байқалды. Бұл жерде Максим Федин допты тым ұзақ ұстап қалды. Әйтпесе Шахбоз Омаров барынша офсайдқа ілінбейін деп өзін тартып тұрды. Ертерек пас бергенде шабуылшы бәрібір жылдамдығының арқасында қорғаушыларға жеткізбейтін. Оның үстіне соңғы сәтте алдап кетеді екен. 86 минутта тағы берген Бобырға пас береді. Ол оны бірден Асановқа бағыттайды. Допты ұстап енді ғана алға бағытталған Сұлтанды Ян Вороговский итеріп құлатып, қарсыластарға пенальти сыйлайды. Осы пенальтиді халық өтірік қойылған деп шулай түсті. Солай ма? Қайталаулардан қарасақ, Вороговский Асановқа қарсы өрескел болатындай ереже бұзған жоқ. Күшпен итеріп те қалған жоқ. Бірақ денемен дене тигені рас. Меніңше мұндай кезде пенальти қоймауға да болар еді. Футбол көріп жүргенмен біраз болды. Шетелдік мықты төрешілер бұдан да сорақы болған кездер пенальти бермеген. Алайда кейде дәл сол білікті мамандар жай арқасынан сипап қалса да ереже бұздың деп жатқан кездер де бар. Сіз қалай ойлайсыз? Пенальти болды ма? Мен 75% болмады, 25% болды деймін. Толықтай болмады деп айтуға тілім бармайды. Себебі денемен дене тиіп тұр. Асановтың еркін қимылдауына кедергі болды. Сол үшін де төреші вар көріп пенальти қойды. Нүктеде бұл жолы Асқат емес, Максим. Неге мұндай шешім? Әлде Максим Федин мен тебейінші деп сұрады ма? Не тағы бірген өткен пенальти сала алмай қалған үшін жауапкершілікті өзіне алғысы келмеді ме? Бірақ нәтижесінде гол. Есеп қысқарды. Одан кейін Ордабасы қанша шабуылдаса да Астана қақпасының құлпын екінші рет аша алмады. Кестеге қарасақ Ордабасыда 49, Астанада 46, ал Ақтөбеде 45 ұпай. Бұл клубтарда 4 ойыннан қалды. Ақтөбеде 3 ойын ғана. Чемпиондыққа мүмкіндіктерді есептеп көрейік. Ордабасы Мақтарал, Жетісу, Шахтер және Каспиймен кездеседі. Астана Оқжетпес, Ақтөбе, Жетісу және тағы да сол Шахтермен ойнайды. Ал Ақтөбе Астана Оқжетпес пен Жетісуді кездестірейін деп тұр. Негізі Каспийде бірінші лигаға кетті десек те болатын шығар. Жоғарғы лигада қалу пайызы тым төмен. Ордабасыға қарсыластық білдіре алады дей алмаймын. Келесі ойындарға жай намыс үшін ойнамаса, ешқандай мақсаттары жоқ. Мақтарал, Шахтер, Оқжетпес кіммен болсын аяғына дейін ойнайды. Себебі үшеуі де бірінші лигаға ұшып кетуі мүмкін. Жетісу 3 командамен ойнап шығады екен. Қазір ұпайлар жаман емес, бірақ үшеуінен де ұтылса, оның да ұшып кетуге деген қаупі бар. Сол үшін де үшеуінің біреуінің болсын аяғын тартайын деп тұр. Ең қызығы Астана мен Ақтөбенің кездесуі. Екеуінің тең түсі Ордабасыға пайда. Ең оңайлау болып тұрған күнтізбе тек Ордабасыда. 4 ойынның біреуінде болсын сүрінуіне болады. Ал одан кейінгі жеңіліске кешірім жоқ. Астана чемпион болу үшін Ордабасы 2 рет тең ойнап, не бір рет жеңіліп, бір рет тең түсу керек. Ақтөбенікі қиын енді. Ол үшін Астана мен Ордабасыда әжептәуір құлау керек болып тұр. Жеке өзім ешқандай клубқа жанкүйерлік білдірмеймін. Бұлай Ордабасы алғаш рет тарихында чемпион болу мүмкін болған соң ғана жанкүйерлік білдіріп жатырмын. Осы маусымда Астананы лайық деп айтатындай ойыны жоқ. Мына болған ойынның соңғы 10 минутында жай мекен жайсыз допты тебе берді. Бір дұрыс пас көрмеді. Чемпиондыққа үміткер команда көшенің футболын ойнамау керек. Бірақ ең өкініштісі Ордабасыда сондай мықты құрам бола тұра бапкердің дұрыс тактика қоймайтындығы.
Әйтпесе КПЛ-ды мұндай құраммен қопару керек қой. Дәл осы Астананы осындай жастар құрамасымен шыққан үшін жазалау керек еді. Олар Астанаға өкініп қайтудың орнына 3 ұпаймен қайтты. Түгел маусым бойы ойыншылардың жеке шеберліктеріне сене берудің де қажеті жоқ. Оны конференция лигасында көрдік. Бірінші матчтан бастап опық жеді. Жарайды, енді көре жатармыз. Сіздермен бірге желі аяқты арнасы. Амандықта жолыққанша сау, саламат.